Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп гимназия. Әдебиеттік оқу пәні бойынша 2 сынып оқушыларынан өзіндік жұмысы. 4 тоқсан. Бөлім. Қоршаған орта. Сабақтың нөмірі. 3. Сабақтың тақырыбы. Ағашқа күтім жасаймын. Мақсаты. Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне бастапқы бөліміне сүйеніп оқиғаның соңын болжаймын. Күтілетін нәтиже. Мәтінді түсініп оқимын. Мәтіндегі оқиғаның соңын болжаймын. Тақырыпқа қатысты эссе жазамын. Балалар, енді сіздерге бірнеше сұрақ қойылады. Сұрақтың жауаптарын ата-аналарыңызға айтып беріңіздер. Бірінші сұрақ. Жер ананың сүйікті бөбектерінің бірі ағаштар дегенге келісесің бе? Екінші сұрақ. Ағаштардың қандай түрлерін білесің? Дәптеріңе 10 ағаштың атын жазып жаттап ал. Үшінші сұрақ. Ағаштар ашулана ма? Осы сұрақ бойынша ойыңды айт. Ағаштардың да кейде ашуға булығып, өздеріне зиянын тигізетін балаларға шара қолданатындығы жайлы Бердібек Соқпақбаевтың «Ағаштар неге ашуланады» деген мәтіннен оқып білуімізге болады. Жазушы Бердібек Соқпақбаев атамыз жайлы мәліметті біліп алайық. Автордың аты, туған жылы, қай өңірде дүниеге келген, ол кім, қандай шығармашылықтары бар. Енді балалар, тапсырмаларды орындайық. Әдебиеттік оқу 2 сыныпқа арналған оқулығының 74-75 беттегі немесе келесі слайдтағы Бердібек Соқпақбаевтың «Ағаштар неге ашуланады» деген мәтінін іштей түсініп оқимыз. Сұрақтардың жауабын дәптеріңе жазып ал. Ағаштар неге ашуланады? Балалар, үзіліске қойып, мұқият оқып аламыз. Ағаштар неге ашуланады мәтіннің жалғасы. Үзіліске қойып, іштей оқып аламыз. Енді төмендегі сұрақтарға ауызша жауап беріп, мәтін мазмұнын есіңе сақта. Бірінші сұрақ. Оқиға жылдың қай мезгілінде басталыпты? Мектепте қандай науқан басталды? Алмабектің бұл науқанға көзқарасы қандай болды? Алмабек қандай шыбықтар отырғызды? Оның отырғызған шыбықтары жазда қандай жағдайда болды? Ағаштардың мүшкіл хәлін орман ағаштары қайдан білді? Бірінші тапсырма. Болжау әдісі. Оқыған мәтін үзіндісін асықпай ойша өзіңе мазмұндап айтып көр. Осы оқиға желісінде өз қиялыңмен жалғастыруға тырыс. Ол үшін мәтіннің тақырыбымен өзің оқыған үзіндісін негізге ал. Қиялыңда болжамдармен оқиғаны жалғастырып әңгімелеп айтып бер. Оқиғаның сен аяқтаған желісін төмендегі кестеге жазып көр. Ал балалар, кестені толтырып көрелік. Тақырыбы. Оқиғаның басталуы. Оқиғаның негізгі бөлімі. Оқиғаның соңы. Үзіліске қойып, кестені толтырып аламыз.
Кері байланыс. Алмабектің орнында болсам, мен не істер едім деген тақырыпқа ой толғаныс эссе жаз. Бейне баянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.